Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мантыны қалай заморозка жасауды және де пісіруді көрсететін боламын. Бірінші ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне суымызға тұзымызды салып құямыз және де 3 қасық пісте майымызды құйып араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан сала отыра қамырымызды жақсылап иілейтін боламыз. Қамырды көбіректеу иілеген дұрыс. Осылай иілеп алып, столымызға тастап, тағы да 3-4 минуттай үйі қанғанша иілеміз. Пакетке салып, 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Енді өтті. Оны қайтадан осылай 2-ге бөліп иілеп, тағы да 10 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Енді фаршымызға қалауыңызша салма салсаңыз болады. Менде картоп, петрушка, пияз және де 3 қасық пісте май, тұз, паприка және де қара бұрыш. Жақсылап араластырамыз. Кішкене су құямыз салқын. Енді қамырымызды алып, жақсылап мұжғылап, жайып аламыз. Жаймай тұрып осылай басып алсаңыздар тезіректеу болады қамырды жаюға және де оңайырақтау болады. Жақсылап қамырымызды не жұқа емес, не қалың емес, біркелкі қылып жайып аламыз. Жайып болғаннан соң бір-бірінің үстіне тастаймыз және де кесіп шығамыз. 4 бұрышты қылып кесіп аламыз барлығын. Енді барлығын жайып шығып, үстінен салмаларымызды салып шығамыз. Барлығын бірдей етіп бөліп, және де түйіп шығамыз барлығын. Қалауыңызша түйсеңіз болады. Жартысын заморозкаға жіберетін боламыз, жартысын пісіретін боламыз. Бұл біздің қатыратын қамырларымыз. Бірінші даскамызға ұнымызды жақсылап сеуіп аламыз және де үстіне сиғанынша қамырларымызды, мантылерімізді қойып шығамыз. 1 сағаттай уақытқа морозильникке қатырып аламыз бірінші. Ал келесі қамырымызды мантаваркамызға салып, суымызды қайнатып 40 минуттай уақытқа қойып пісіріп алатын боламыз. Ал енді 1 сағат өткен қамырды алып, осылай пакеттерімізге салып алып, кез келген уақытта пісірсек болады. Бұзылмайды, тура қалай тұр, солай пісіп шығатын болады. Міне біздің мантымыз дайын. Подливын өзіңіздің қалауыңызша жасайсыз. Өте дәмді болып шықты. Қамыр езілген жоқ. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Видео ұнап жатса, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз.